шариғат рұқсат берілетін жер бар. Намаз бұзуға не? Өз еркіңде. Қаласаң бұзасың, қаласаң жалғастырасың. Ол қандай мәселе? 1 дирхам мөлшеріндегі нәрсе зат ұрланса. 1 дирхам деген шамамен 10 000 теңге. Яғни телефон қойып қойғасын, намаз ішінде тұрсын. Бір рукуктан кейін қарасаң телефон жоқ. Телефон жоқ. Арттан біреу әкеліп қойған. Онда намазды бұзуға не? Ерікті. Бұзсаң болады. Бұзсаң күнәһар болмайсың. Өзің білесің. Ерікті. Яғни шамамен 10 000 теңгелік зат намаздың ішінде ұрланса, не? Онда не? Намазды бұзу рұқсат. Одан кейін мәселе, тағы да қосымша мәселе айтып кетейін. Қауіп жайында. Бір өзің жалғызсың, сапардасың, сол ормандардың ішінде келе жатсың, көліктен шығып, жай намаз төсеп, жерде намаз оқуға мүмкіндік бар. Бірақ қорқасың. Не бар екен? Аю бар. Мысалы да, көбінесе аюды көргесін. Немесе ол жерде бұзық адамдар бар. Көліктен түсетін болсаң, көлігіңді алып қояды, немесе өлтіреді, немесе дүниені алып қояды. Сондай жағдай болса, бауырлар, қауіп қатер төнсе, жалғыз намаз көшенің бойында, орманның ішінде оқия алмайсың. Өйткені не? Аюлар келуі мүмкін, жыртқыш хайуандар келуі мүмкін. Қорқасың. Және сен көргесін, 1-2 аюды көргесін жолда. Немесе не? Сол көшенің бұзық бандиттер бар. Сонда кезде бауырлар машинаның ішінде има ишарамен, рүку сәждемен намаз оқуға рұқсат дейді ағайындар. Түсінді ма? Намаз оқи бересіздер.